Екпін сөздің айтылған кездегі белгілі бір буынның ерекше көтеріңкі дауыспен айтылуы. Қазақ тілінде екпін тұрақты, көбінесе сөздің соңғы буынына түседі. Сөзге қосымша жалғанғанда екпін қосымшаға, яғни соңғы буынға ауысып отырады. Мысалы, еңбек, еңбекші, еңбекшілер, еңбекшілерді. Екпін түспейтін сөздер мен қосымшалар. Көмекші сөздерге екпін түспейді. Ғой, шейін, соң, арқылы, туралы, тағы басқа. Жіктік жалғауына екпін түспейді. Оқушымын, барамыз, тағы басқа. Болымсыз етістіктің жұрнағына ма, ме, ба, бе, па, пе екпін түспейді. Айтпа, барма, келме, тағы басқа. Осымен бүгінгі екпін тақырыбымыз аяқталды. Егер арнамыздағы бейнелер ұнаған болса, бізге жазылуды ұмытпаңыздар. Лүпіл басып, пікір жаза отырыңыздар.